Ассалаумалейкум ағайын. Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Міне Лос-Анджелестің қақ ортасынан осындай трассалар өтеді. Ана бір әдемі ғимараттарға қарай жүрейік. Келесі бейнебаянды тамашалаңыздар. Бүгінгі тақырып Америкадағы жылжымайтын мүлік алудың қажеті жоқ, егер қатты бай болмасаңыз. Андай несие алып, ипотека алып, қиналудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебін айтам қазір. Мына жақта міне көрдіңіздер, мына қазір біреулердің үйлерінің қасынан өтіп отырмыз. Міне мынаның барлығы үйі жоқ адамдар. Шашын аренданың еш нәрсе жалдай алмайды, ақшалары жоқ, осындай жерлерде тұрады. Олар байқұстарда қиналады, мысалы жекеменшік үйлердің қасында мына өздерінің мына шайлаларын қоя алмайды. Себебі қуып жібереді. Мына ешкім тиіспейтін жерлерге, осындай болмайтын жерлерге, жаңағыдай ешкім тиіспейтін жерлерге үйлерін қояды, осында өмір сүреді, ұйықтайды. Қайда шомылып, қайда үлкен кіші дәреттерін сындыратын білмеймін, бірақ орталықтың барлығы зәрдің иісі шығады. Кейбір жерлерде бар ғой, әкімшілік кәдімгідей су құбырларын алып келеді, кейбір уақыттарда суды шашады. Себебі үлкен кіші дәреттерін сындыра береді, сондай бір қуыс жерлерге. Соның ақыры сонымен күресіп жеңе алмағаннан кейін сол жерге су шашатын құбырларды қойып қойған, су қаратын шөптерді су қарады, бірақ оның барлығы бетонның үстінен сол суды шашып отырады, жаңбырлатып, жаңбыр сияқты. Мысалы жаңбыр жауса жақсы ғой, бүкіл лас нәрсенің барлығы кетіп қалады. Сол сияқты оларды сол принципті пайдаланып сондай адамдардың сындырып кеткен, істеп кеткен лас қалдықтарын жуып жібереді, жаңағыдай жаңбыр сияқты. Сол ма орталықта жүретін болсаңыз, сондай лас жерлер көп, ол туралы бір айтып кеткен бейнем бар еді, көре жатарсыздар. Яғни міне Калифорния туралы айтайын. Қазір мына жерге бір сайттар бар, Craigslist, одан кейін Zillow дейтін сайттар бар, ағылшын тілде қараңыз. Үйлердің, пәтерлердің бағасын көресіз сол жақта. Картаны ашып қараңыз. Сөйтіп мен сіздерге айтайын, ең мықты жерлердің аттарын атап кетейін. Beverly Hills, West Hollywood, одан кейін Westwood деген бар, одан кейін Brentwood деген бар, Санта Моника деген бар, Redondo Beach деген бар, Manhattan Beach деген бар. Мұхиттың жағалауымен келе береді сол қымбат жерлер. Мысалы сол жақтың үйлердің бағасын қарайтын болсаңыз, өте қымбат. Мысалы $1 миллион, $1,200,000. Мысалы бізде Қазақстанда айтайық, $100,000 тұратын пәтер бұл жақта. Жоқ, бізде мысалы Алматының орталығынан сіз 3 бөлмелі, 4 бөлмелі, сол қазір бағалар көтерілді дейді, сол 70 пен 100 мыңның төңірегінде ғой. Қазіргі осы көтеріп атқан бағамен айтатын болсақ, дәл сондай пәтерлер мына жақта $1,000,000-нан асады. Енді қараңыз, $1,000,000 дейік, жарайды, бәрімізге ұнайтын жер, ұнайтын пәтер, болмаса үйлер, сол $1,000,000 тұрады. Сол $1,000,000-ды енді салыққа көбейтеміз. Жыл сайын мемлекет жылжымайтын мүлікке салынатын, яғни қойылатын салық бар.
сол салықтың мөлшері 2,6%. Яғни біз $1,000,000 сол 2,6%-ға 2,8%-ге көбейтетін болсақ, сол ақшасы міне салықтың өзі $26,000 болып шығады. Енді $26,000 12-ге бөлейік. Қанша шығады? 2,700 ба, сондай шығады. 2,000 жоқ, 2,600 өзіңіз бөлесіз тұр ғой, айтайық, жарайды. 2,500 бір бөле болсын, айтайық. Мысалы, мен мына жақтағы қазір 2 бөлмелі, негізі 3 бөлмелі пәтерді орталықта арендаға $2,290 жалдап отырмыз. Яғни, бірақ сіз өз үйіңізді алатын болсаңыз, мұны салықтың бағасы сондай, тағы бір шығындары болады олардың, мысалы үшін басқа бір. Жарайды, сол шығындарды алмай-ақ қойсақ та, көрдіңіздер ме? Сіз енді бизнесмен болатын болсаңыз, іскер адам болатын болсаңыз, ақшаны есептей алатын болатын болсаңыз, сонда өзіңіз есептеп көріңіз. $1,000 жоқ қыласыз да, былай айтқанда қалтаңызда ақша болмайды, үйге салып тастайсыз. Сол үй $1,000,000 ақшаңызды ұстап тұрады. Тағы да сол мен төлеп атқан арендадан көбірек ақша төлеп отырасыз, салық ретінде. Одан басқа тағы квартплата бар, анау. Яғни айтайын дегенім, жалдап тұрғанның өзі үйді әлде қайда ыңғайлы және арзан түседі Калифорнияда. Ал мысалы, мен ақыры жақта тұрмайтын болғаннан кейін 5-10 жылдан кейін қайтып елге оралатын болғаннан кейін тіпті маған ондай жылжымайтын мүліктің керек жоқ. Себебі қарайған ақшаны ұстап тұрады, $1,000,000. Тағы да жыл сайын $26,000 төлеуім керек. Яғни ешқандай тиімді емес. Оны қайбір адамдар алу керек деп ойлаймын, мысалы үшін. $10 миллион, $20 миллион ақшасы бар адамдар сөйтіп мына үйді алып, жаңағыдай тұра берсін, сол ақша бәрі пайдаланбаймын деп алатын болмаса, басқаша мен түсінбеймін не үшін алатын. Кейбіреулер тағы ипотека несие алады. Мына жақта енді жылына 3% болғаннан кейін 4%, 5% болады ипотека. Сол несиені 30 жылға береді. 30 жылда өзіңіз ойлаңыз, 3%-дан болмаса, жарайды, сол минимум 3%-дан алайық. 3%-дан есептейтін болсаңыз, $1 миллион емес, $2 миллион төлеп шығасыз да 30 жылдың ішінде. Сол 30 жыл бойы байланып отырасыз, осында жүріп өлесіз, былай айтқанда. Бірақ бәрібір сол несиені төлеп шығу керек болады. Яғни өте үлкен жауапкершілік, өте бір үлкен ыңғайсыз нәрсе несие. Себебі көрдіңіздер ме, қызыл жанып тұрса да, ол көліктерге қызыл жанып тұр, ал бізге өзіміздің сигналымыз бар. Жаяу жүретін адамдарға арналған. Бізге жүре берсе болады деп жанып тұр, содан кейін жүріп кеттік. Сол тиімсіз, яғни ақшаны есептеп үйренген кәсіпкер адам Америкада ондай. Мысалы, енді аяғынан тұрып келе жатқан бизнесмен ондай үй алуға жүрегі бармайды ау деймін. Себебі тиімсіз де, ешқандай пайдасы жоқ. Соны айтайын дегенім сіздерге. Бірақ кейбір ТМД елдерден келген азаматтар, семьялар сондай несие алып, ипотека алып мәз болып отырады. Бірақ 30 жылға байланып отқанын білмейміз, мысалы. Өте қиын да.
мүшкіл жағдайлар. Еліне қатына алмайды. Мысалы айтып отырмын ғой, мысалы менің отбасым, мен семьям 5 адамыз елге жыл сайын барып тұру үшін $8,000 деп есептедім. 8,000 емес, $10,000 асайын деп тұр. Себебі мына жақтағы жалға алған үйлер, олар 1 жыл, 1,5 жылға аласын, ай сайын үзбей төлеп тұру керек. Несін, арендасын. Сол себептен, мысалы мен 1 айға Қазақстанға елді аралауға кететін болсам, үй ішімді көтеріп апарып сол жаққа бала шағамды дегендей. Онда мына жақтағы үйді ұстап тұру үшін жоқ болсақ та сол $2,300 несін, арендасын төлеп отыру керек. Сол жолымызға $5,000 тек билет, қазір одан қымбат болмаса. Ары-бері жүргенге сол $2,000-3,000 қалтада болу керек. Өзіңіз есептеңіз, көрдіңіздер ме? Бірталай ақша кетеді екен. Сол себептен ал ипотека, жаңағыдай несие алатын семья біз сияқты болды, қамалып шығамай қалады. Сонымен Қазақстанмен қоштасуға болады. 5 жылда бір-ақ рет барады. 5 жылда кім бар, кім жоқ дегендей. Сол ағайын. Ал бірақ сіз Шіргенбай болсаңыз, мультимиллионер болсаңыз, онда ауылға болады деп ойлаймын. Бәрібір ол ақшаның бәрін бизнеске салмайсыз. Сондай бір қымбат үй алып қойып, ақшаңыз сол үйретін үй болып тұра берсе бола береді деп ойлаймын. Сол бүгінгі бейненің тақырыбы сол. Мына бір саябаққа келдік. Бұл саябақты қайдан біледі десеңші, мына жерде бір банкоматтар бар. Мына жерде 24 сағат тәулігіне жұмыс жасайтын. Сол жаққа кейбір кезде барып ақша алам, керек кезде, болмаса салам. Сол бүгін демалыс, үйде отырып шаршап кеттім. Далада жүріп үйреніп қаппыз. Мына жұмыс жасағалы. Жұмысымыз осындай далада жүреді, офисте емес. Үйде отырып үйренбеппіз. Енді осы 1 жылда қайта сыртта жүріп үйреніп қаппыз. Үйде отыра алмайтын болдым. Жарты күн үйде отырсам, ішім пісіп кетеді. Сол бүгінгі әңгіме сондай ағайын. Ал арнамда қалыңыздар, келесі кездескенше сау болып тұрыңыздар.